Артрит, артроз, подагра айырмашылығы неде? Бүгінде буын аурулары адамдарды жиі мазалайды. Компьютер алдында ұзақ отыру, қозғалыстың аздығы, иммунитеттің төмендеуі, мұның бәрі иық, омыртқа және тізе буындарындағы ауырсынуға әкеледі. Артық салмақ кезіндегі ойланбай жасалған физикалық жүктемелер де буындарға зиян. Ал алмасу процесінің бұзылуымен байланысты созылмалы аурулар көбіне артритке, буынның қабынуына ұласады. Шын мәнінде үшеуінің де буынмен байланысы бар, бірақ себептері мен белгілері мүлдем бөлек. Сол айырмашылықты түсініп алу, емнің де, алдын алудың да басты жолы. Артрит дегеніміз не? Артрит – бұл буынның қабынуы. Яғни буын ішіндегі сұйықтық көбейіп, тісікпен ауырсыну пайда болады. Кейде буынның айналасы қызарып, ысып кетеді. Адам таңертең тұрған кезде денесін қозғалтқанда сіресіп, ауырсыну байқалады. Артриттің себептері